Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бұл видеода сіздерге Bandicam программасымен толығымен жұмыс жасауды көрсететін боламын. Ең алдымен бізге Bandicam программасын компьютерімізге орнатып алу қажет. Ол үшін кез келген поисковикті ашып, ол жерге Bandicam деп жазамыз. Бізде бірнеше сайттар ашылады, осының ішіндегі ең алғашқы сайтты ашамыз. Сайт ашылғаннан кейін жоғары жағындағы көшіру батырмасын басамыз. Бізде загрузка автоматты түрде жүреді. Бұл жерде біз өзімізге қай жерге сақтау керек екендігін таңдаймыз. Менде ол рабочий столда. Сохранить. Төменгі бұрышында, сол жақ бұрышында көріп отырғандарыңыздай, бізде программамыз жүктеліп болды. Енді оның үстінен басамыз. Да дегені басамыз. Мына жерден тілді таңдаймыз. Келесі. Қабылдаймын. Келесі. Және де установить дегені басамыз. Бізде бағдарлама орнатылып болды. Енді оның баптауларын жүзеге асырамыз. Ең алдымен микрофоннан бастаймыз. Ол үшін мына жердегі микрофон белгісінің үстінен басамыз. Енді осының ішінен ең алғашқы запись звука деген жерге галочка қоямыз. Мына жерден өзімізге қажетті динамиктерді таңдаймыз. Мына жерден қажетті микрофонды таңдаймыз. Ал енді микрофонның істеп немесе істемей тұрғанын мына белгі арқылы білсеңіздер болады. Бұл жерде егер микрофон істеп тұрса, бұл қозғалып тұрады. Ал егер істемей тұрса, тыныш тұрады. Жақсы, келесі енді біз мышканың указателін көрсету немесе көрсетпеу керектігін анықтаймыз. Егер көрсету керек болса, мына жерден показать курсор деген жерге галочка қоясыздар. Енді мына жерден біз размерін анықтап алсақ болады. Өзімізге қажет размер. Мына жерде шаблон бізге көрсетіп тұр қаншалықты размерде екенін. Егер оны үлкейтіп алсаңыздар да болады. Үлкен размерде болды. Келесі. Енді осының оң жақ немесе сол жақ батырмасын басқан кездегі шығатын түстері. Ол үшін мына жерге галочканы қоясыздар. Мына жерге өздеріңізге қажетті түсті таңдап алсаңыздар болады. Мысалға, сол жақ батырманы басқан кезде көк түс, оң жақ батырманы басқан кезде жасыл түс шығады. Ал егер керек емес болса, оны алып тастасаңыздар болады. Келесі. Бұл курсордың айналасындағы қоршап тұратын түсі. Егер де керек болса, оны мына жерге галочка қою арқылы қойсаңыздар болады. Енді қарап тұрсаңыздар, размер кішкентай үшін ол бізде кішкентай домалақ болып тұр. Оның размерін де үлкейтіп алсаңыздар болады. Міне үлкен домалақ, сары домалақ болып шығып тұр. Мына жерден түсін таңдап аласыздар, өздеріңізге қажетті түсті. Не жасыл түсте. Енді размерін өздеріңізге лайықты етіп алсаңыздар болады. Ал егер ол керек емес десеңіздер, қайтадан галочканы алып тастасаңыздар болады. Ал енді веб-камераны қосу туралы баптауларын жүргізейік. Бұл жерден көріп тұрғандарыңыздай, бізде веб-камера қосылмаған. Егер де сіз видеоңызда видеоның бір жақ бұрышында немесе видеоның өзінде өзіңіздің бейнеңізді қосқыңыз келсе, онда мына жерден мына галочканы басу арқылы қоса аласыздар. Осы жерге галочка қоямыз. Және де оның қай жерге қою керектігін мына жерден мына батырманы басу арқылы орындай аласыздар. Енді ол батырманы бассаңыздар, сіздерде келесідей түрде ашылады. Осы жерден біз өзімізге қажетті форматты таңдаймыз. Яғни, мына жерден егер де бізге төменгі бұрышына қою керек болса мына батырманы, егер де сол жақ бұрышына керек болса мына батырманы, оң жақ жоғары бұрышына болса мынаны, ал сол жақ жоғары бұрышына болса мынаны. Ал егер толықтай экранға түсу керек болса, мына батырманы бассаңыздар болады. Жақсы, келесі. Егер ол керек емес болса, мына жерден мына батырманы галочканы алып тастау арқылы веб-камераны өшіруге болады. Видеоның алдыңғы бөлігінде сіздермен Bandicamның баптауларын ретке келтіріп алдық.
Ал екінші бөлігінде сіздермен видео түсіру процесін бастаймыз. Ол үшін ең алдымен бізге қандай форматта түсіру керектігін анықтап алу қажет. Ең алдымен мына жоғары жақтағы мына батырманы басамыз. Осы жерден өзімізге қажетті форматты таңдап аламыз. Бірінші формат бойынша бізге экранның белгілі бір бөлігін ғана түсіруге мүмкіндік болады. Екінші формат бойынша мынандай размердегі видеоларды түсіріп алуға мүмкіндік болады. Үшінші формат бойынша толық экранды түсіруге мүмкіндік болады. Ал төртінші формат бойынша мына мышканың указателі қай жерді көрсетіп тұр, сол жерді ғана түсіруге мүмкіндік болады. Енді сіздермен бірінші формат бойынша видео түсіріп көрейік. Ол үшін мына батырманы басыңыздар. Бізде көріп тұрғандарыңыздай міне сызықтар пайда болды. Енді осы жерден біз өзімізге қажет жерді аламыз. Яғни мына жерден бастап алу қажет болса, яғни мына сызықтардың қиылысқан жері осы жер. Осы жерден мышканың сол жақ батырмасын басып тұрасыздар да өзімізге қажетті облыста таңдап аламыз. Яғни мынандай аралықты түсіру қажет болсын. Енді осы жерден мышканың сол жақ батырмасын қоямыз. Таңдап алынды. Мынаны свернуть етіп қояйық. Болғаннан кейін запись батырмасын басамыз. Яғни ол мына жерде тұр бізде. Осыны басқаннан кейін бізде запись жүреді. Оның жүргенін мына жерден байқасаңыздар болады. Яғни уақыты кетіп бара жатыр. Енді бұл жерден бізде мынандай мүмкіндіктер болады тағы да. Егер де сізде осындай таза тақта болса, оған сізде жазу қажет болса, онда біз мына жердегі панел арқылы ол жерге жазулар енгізе аламыз. Ол үшін мына панелді бассаңыздар, мынандай бізде панел ашылады. Осы жерден өзімізге қажеттіні таңдаймыз. Яғни бірінші қарандаш қажет болса, оны аламыз. Өзімізге қажетті жазуды жаза аламыз. Мысалға, сәлеметсіздер ме деген сияқты жазуларды жазсаңыздар болады. Келесі бізде маркер. Ол керекті жазулардың астын сызып қойған немесе соны белгілеп алуға мүмкіндік болады. Одан кейінгісі бізде сызық. Бұл да дәл сол сияқты өзімізге қажетті жерлерді белгілеп алуға керек болады. Келесі стрелка. Бұл мысалға мына жерде бір сөз тұрса, мынандай анықтаманы білдіреді деген сияқты көрсетіп берсеңіздер болады. Келесі төртбұрыш арқылы да сөздерді белгілеп алуға болады. Мына жерден бізде нумерациялар бар. Бірінші, екінші, үшінші деген сияқты. Мына жерде текст бар. Өзімізге қажетті тексті жазып алсаңыздар болады. Келесі бұл бізде өшіргіш. Ал мынаны толық жабу үшін мына жердегі крестик батырмасын, яғни мына батырманы бассаңыздар, панел жоғалады. Видеоны сақтау үшін жоғары жағындағы мына төртбұрышты бассаңыздар болады. Және де видеоны белгілі бір аралықта тоқтатып қойып, жалғастыру қажет болса, мына жердегі паузаны басып қойып, одан кейін видеоны қайта жалғастыру үшін тағы да сол батырманы бассаңыздар, яғни міне тоқтатып қойдым, қайтадан жалғастыру үшін міне көрдіңіздер, шет жағындағы шекарасы қызыл болды видео жазылған кезде. Паузаға қойған кезде ол мынандай түсте болды. Сол арқылы видеоларыңызды жазсаңыздар болады. Ал енді видеоны сақтайық. Мына жердегі төрт бұрышты батырманы басамыз. Бізде видеомыз сақталды. Және де бұл жерде бізде скрин жасауға болады. Яғни мына фотоаппараттың белгісін басу арқылы сіздер экранды скриндей аласыздар. Ал енді мына төмен жақтағы бандикамның мына жердегі значогын басамыз. Басқаннан кейін бандикам ашылады. Бізде ең алғашқы тұрған видео соңғы жазылған видео болып табылады. Яғни біздің соңғы жазылған видеомыз. Осыны ашып көрейік. Қараңдарыңыздай видео жазылды. Біздің сызған жазғандарымыздың барлығы көрініп тұр. Енді бұны біз оқушыларға жіберу үшін мына жерден мышканың оң жақ батырмасын басамыз және де мына пунктті белгілейміз. Осы жерден біздерге видео ашылады. Яғни мына видео бізде соңғы түсірген видеоларымыз. Осыны ұстап алып, мына жақта WhatsApp немесе почта арқылы, былай тарту арқылы жібере аласыздар. Ал енді келесі полный экранный режим бойынша түсіріп көрейік. Толық экранды алсаңыздар, бізде жоғары жағында көріп тұрғандарыңыздай бандикамның панелі ашылады. Енді мына жерге біз закрепить етіп қойсақ болады, немесе алып тастасаңыздар да болады. Жоғалтып алмау үшін закрепить етіп қойғандарыңыз дұрыс шығар. Келесі мынаны свернуть етіп қояйық. Мына жерден біз запись деген батырманы басамыз. Бізде толық экран видеоға түсуде.
Енді бұл жерде сіздер өздеріңізге қажетті презентация немесе Word видеоларыңызды қою арқылы оқушыларыңызға жазып жібере аласыздар. Яғни мен сіздерге бір мысал көрсетіп берейін. Бір мүше. Осыны полный экран режимге қоясыздар. Запистеріңіз полный экран режимде тұр. Міне. Сабақтарыңызды бастай берсеңіздер болады. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы бір мүше. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты бір мүше анықтамасын білу, оны коэффициенті мен дәрежесін табу. Дәл осы сияқты видеоларыңыз жазып болғаннан кейін, жоғары жақтағы қызыл 4 бұрышты батырманы басып, видеоларыңызды тоқтатып, оқушыларға жібере аласыздар.